Ал Алматының барахолка атанып кеткен атышулы Аян, Олжа, Керемет базарларының өртенуіне байланысты сот отырысы жалғасып жатыр. Бүгін мемлекеттік айыптаушы дәнекерлеу жұмыстарымен айналысқан саудагерлер мен Олжа базарының директорынан 12,5 миллион теңге шығын өтеуді талап етті. Кешігіп басталған кезекті сөз жарыс бүгін 1-6 сағатқа созылды. Мүлкім күйіп белшемнен қарызға баттым деген саудагерлер айыпталушы орындығында отырған Жанат Қайранов пен Мұсағали Алдабергеновтен 320 миллион теңге талап етсе, прокурорлар өртті сөндіруге жұмсалған 13 миллион теңгеге жуық шығынды тағы өтесін деп там-тұмдап тұрды. Менің 9 немерем бар, 5 балам бар. Солардың барлығын ешкімге қарамай өзім асырап отырған осы бір базардан. Қазір мен жұмыссызбын, аурумын, үйде жатырмын. Тағы да мен 6 ай бойы жұмыссыз отырғаным үшін компенсация бөліп берулеріңізді сұраймын. Квартира в залоге. Кредиты повесили на моих шее. Просто уверенности не осталось. Мемлекеттік қорғаушының есебі бойынша жалын жалмаған Аян, Олжа, Керемет базарларының жұмысын оңалту үшін 590 миллион теңге қажет болса, қоймаларды қалпына келтіру үшін қосымша 20 миллион теңге керек көрінеді. Бабы келсе, прокурорлар бұл шығынды да қос айыпталушыдан өтеп алмақ. Прошу признать Алдабергенову Сугарину Маматовичу виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 256, часть 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан, и назначить ему в качестве меры наказания 5 лет ограничения свободы. Признать Хайранова Жаната Сейтхановича виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 188 Уголовного кодекса, по которому назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года. Кінәлі деп табылса, бутик иесі мен базар басшысы 3 және 5 жылға сотталуы мүмкін. Ал келесі сот отырысының қашан болатыны және үкімнің қай күні шығатыны әзірге белгісіз түрде қалды. Жанар Жолтаева, Думан Сүлейменов, Информбюро, бірінші арна, Алматыдан.